Әйел адам болған соң, қыздардың тағдырына қатты алаңдаймын. Жер бетіндегі барлық қыз бақытты болса екен, жыламаса екен деп тілеймін. Тағдыры тауқыметке толы әйел туралы естісем, жүрегім езіледі. Өзімнің 3 қызым бар. Ертеңгі күні барған жерінен бақыт тапсын деп, барынша оларға ақылымды айтып өсіргенмін. Бірақ кішкентай қыздың санасы менің айтқанымды тура мағынада қабылдайтынын түсінбеппін. Бұл менің басты қателігім болып тұр ғой. Осы қателігім жөнінде жазсам, қыз тәрбиелеп отырған жас аналарға сабақ болар деп ойлаймын. Бұл қателік менің анамнан басталған сияқты. Бүгінде гендерлік саясатты қолдайтындар аз, бірақ еркек пен әйел тең екенін қыз балаға ұғындырып өсіргеннің пайдасы көп. Біз ата-анамыз, әйел еріне қарсы сөйлемеуі керек. Еркектің көңілін тапсаң ғана отбасың тыныш, өзің бақытты боласың деп өсірген. Бірақ әртүрлі мінезді еркек болады. Бұл жағын ескере бермейміз ғой. Маған түсінігі мол ер азамат жолықты. Ол, мен еркекпін, сен өз орныңды біл деп ешқашан айтқан емес. Тіпті отбасы шаруасында бұл әйелдің тірлігі, әйелдің міндеті деп бөлген емес. Жүкті кезімде жағдайымды түсініп, кейде өзі кешкі асты әзірлей салатын. Қамқор қорған болған бұндай еркекті басыма көтеріп құрметтейтінмін. Ал мен сыйлаған сайын ол да еркелетіп, тірлігіме де көмектесіп жүретін. Сондықтан мен де қыздарыма күйеуді сыйла, еркектің айтқаны заң деп үйреттім. Мен жұрттың бәрі менің күйеуім сияқты деген тар түсінікте болғанмын ғой. Егер түрлі еркек болатынын білгенімде, қыздарыма алдымен өзіңді ойла, ешқашан басыңды қор етпе деп айтар едім. Шынымды айтсам, мен өмірімде үй тірлігінен басқа жұмыс істемегенмін. Үйден шықпаған соң араласатын ортамда болмады. Абысын ажынмен ғана араластым. Сондықтан түрлі тағдыр болатынын білмесем керек. Қайнағаларым жуас адамдар. Олар әйеліне қол көтермейді, орынсыз тыйым салмайды. Сөйтсем, өмірде әйелін қор ететін, сыйламайтын еркектер де бар екен. Бұны мен қыздарымды тұрмысқа берген соң ғана білдім. Онда да болса қыздарыма күйеуіңді, ата-енеңді жамандап келуші болма. Олар жақсы болсын десең, өзің жақсы бол. Отбасыңның бас иесі күйеуіңе ешқашан қарсы келме, көңілін суытып аласың деп санасына құя бергенмін. Содан болар қыздарым енеден зәбір күйеуден қорлық көрсе де маған шағымданбай жүре беріпті. Іштей тынып қиын тағдырына көніп жүре берген. Менің де оларда шаруам бола қоймапты. Үлкен қызымның күйеуінің екінші әйелі бар екенін жақында естіп талып қала жаздадым. Бұны да өзі айтпаса білмес едім. Қыркүйек айында басқа қалада тұратын қызымның үйіне қыдырып бардым. Бір аптадай жаттым. Күйеу балам сенбі-жексенбі күндері үйге қонбады. Қызымнан сұрасам, баласының туған күні бүгін деді. Түсінбедім. Кейін ашып айтып берді. Күйеу баламның екінші отбасы бар. Екінші әйелінен туған бір ұл бір қызы бар екен. Ұлының туған күнін тойлауға кетіпті. Бұны қызым беймарал айтып отыр. Әй, сонда екінші әйелі бар ма? Сен бұған қалай шыдап жүрсің? Саған айтпай толғал алған ба? Қашан деп сұрақты жаудырып жатырмын. Ашуым келді, ал қызым жайбарақат. Я, тоқалы бар. Ой, мама, біраз жыл болып қалды ғой. Маған үйленгеннен соң 3 жылдан соң екіншісіне үйленген. Жасырмай айтты. Бастапқыда ауыр тигенімен, кейін түсіністікпен қарап қабылдадым. Күйеуім көп балалы әке болғысы келетінін айтқан соң келіскенмін. Оның 4 ағасының да екінші әйелдері бар. Тіпті әкесі де 2 әйел алған ғой дейді. Аузыма сөз түспеді. Ал қызым сөзін ары қарай жалғап. Аш емеспіз, асырап жатыр. Оның үстіне өзіңіз еркектің айтқаны заң, қарсы келме деп айтпап па едіңіз? Менен көңілі суымасын деп айтқанымен келістім деді өзіме сұрақ қойып. Рас, солай айтқанмын. Бірақ бұл екінші әйел алуына да, ойына келгенін істеуге де болады деген сөз емес қой бұл. Қызыма ұрыстым, ал ол күйеудің айтқаны заң деп өзіңіз айтқансыз. Бастысы бақыттымын, өміріме араласпаңызшы деп өзімді кінәлады, маған ренжіді. Байқағаным расында да, қызым күйеуі не істесе де заң көріп, бас шұлғи беретін боп қалыпты. Мүмкін маған қызымның тағдырын қабылдау қиын болған шығар. Ол жерден кетуге асықтым. Түнімен көз ілмей шықтым. Күйеу балам келмей жатып, ертеңіне ерте қайтып кетуді ойладым. Өйткені оған бірдеңе деп сөйлеп қоюым әбден мүмкін. Бояуы сіңген іс қой, енді еш нәрсені өзгерте алмасымыз анық.
Қызымның да бала-шағасы есейіп қалған. Оның үстіне қызым көніп отыр. Үнсіз қайттым. Үйге тіке қайтпастан аудан орталығында тұратын қызымның үйіне ат басын бұрдым. Ескертпей барайын деп шештім. Өйткені оның шынайы өмірін өз көзіммен көргім келді. Өйткені қашан қоңырау шалсам, мама бәрі жақсы менде, уайымдамаңыз дейді. Адамда күнде бәрі жақсы болуы мүмкін емес қой. Күдігім алдамапты. Көзі көгеріп қызым есік ашты. Мені келеді деп күтпеді. Өйткені есікті ашып аңтарылып тұрып қалды. Күйеу бала үйде жоқ екен. Құлап қалдым деп күйеуінің ұратынын жасырды. Бірақ бала еш нәрсе жасырмайды. Мектептен келген соң жиен немеремнен папаң мамаңды ұрама деп сұрадым. Мән жайға қанық болдым. Кешкі тамақты ішіп болған соң қызым еңкілдеп жылады. Күйеуі құрбыларымен қыдыруға жібермейді екен. Тіпті азық-түлік дүкеніне барып келсе, ұрыс шығаратын көрінеді. Өз көлеңкесінен де қызғанып болмашыға ұрып соғатынын айтты. Қызғана берген соң жап-жақсы жұмысынан да шығып кетіпті. Әйтпесе қызым медколледжді бітірген, дәріханада жұмыс істейді. Бір күн істеп, бір күн демалады. Әйел адамға жақсы жұмыс қой. Түнгі ауысымға қалмас үшін тек кешке дейін жұмыс істейтін дәріханаға ауысқан. Күйеуі видео қоңыраулармен әр 10 минут сайын қоңырау шала берген соң үйіне жақын жердегі дәріханаға ауысқан. Онда да күйеуі тыныштық бермепті. Дәріханада ғана емес, кез келген дүкенде сатушы болған соң клиентке күлімсіреп жауап беруің керек. Ал күйеу бала, сен неге оған күліп қарадың, ол саған ұзақ қарады деп жұмысына кеп ұрыс шығарып кетеді екен. Содан қазір үйінде жұмыссыз отыр. Күйеу бала өзі азғантай жалақы алады. Айтып жатса қарыздары көп. Сөйте тұра неге әйеліне жұмыс істетпейтініне сығырданым қайнады. Қызым өзі табыс таппаған соң күйеуінен нанға ақша керек, күйеуі тала келші деп 100-200 теңге әрең сұрап алады. Ал күйеуі сол ақшаны қабағын түйіп, итке сүйек тастағандай етіп береді. 3 күн жата қонып, осындай көріністі көрдім. Қызымды әбден қорқытып тастаған ба, күйеуі дастархан басында отырғанда аузы ашып сөйлемейді. Қас қабағына қарап сыр жүгіреді. Күйеу балама ұрыстым, қызыма ақылымды айттым. Бірақ мен кеткен соң бәрібір күйеу бала өз дегенін істейтінін білем. Қызым ешкімнен кем емес қой. Әке-шешесі тірі, неге сәл-пәл күйеуіне мінез көрсетіп, өзінің орнын білдіріп қоймайды екен. Қызымыз күйеуіне алақан жайып отырмасын деп, алдағы өмірінде қайғылы жағдайды туғанда өз нанын тауып жей алатын болсын деп оқыттық. Әрине, күйеуі қажеттіліктермен толық қамтамасыз етіп отырса, әйел үйде отырады. Ал күйеу баланың тапқаны азық-түліктен артылмайды екен. Бәрінен де ұрып соғатынына ашуым келді. 3-ші қызым студент әлі. Енді оған өзіңді 1-ші орынға қой деп үйретем бе, білмеймін. Әйел еркектен бір саты төмендегенді бәріміз естіп өстік қой. Әйел өз орнын білгені дұрыс-ақ, бірақ ол өз бағасында білуі керек. Қыздарымның көркі ешкімнен кем емес, дипломдары бар, өз нандарын тауып жей алады. Егер бедеу болса мүмкін күйеуінің алдында өзін айыпты санап ұрғанына да тоқал алғанына да үндемей жүрер еді дейтіндей емес қой. Алланың берген ұлын да қызын да туып өсіріп отыр. Әкесі маскүнем емес, өзін соншалықты төмен санайтын. Қыздарым басын көтеріп жүрсін деп қарыздансам да артынан апаратын жасауын түгел және қымбат бұйымдар бергенмін. Әкесі де ұлдарымды оқытпасам да қыздарыма жоғары білім әперем. Ертең барған жерінде күйеуіне алақан жайып отырғанын қаламаймын деп тыраштанып жүріп оқытқан еді. Бізден тұрмысы бақуатты жерге барып, күң болмасын, өз теңіңе тиіп гүл болып жүрсін деп терезесі өзімізбен тең отбасыға бердік қыздарымызды. Қыздарымыз күйеуге тием дегенде жігіттің тұрмыс тіршілігі бізден тым жоғары болмағанына мән бердік. Бірақ сонда да қыздарым өзін төмен санайды. Бұның түбірі менің қателігімде жатыр-ау деп ойлаймын. Құдай маған жалғыз ұл бергендіктен оны қыздарымнан артық көретінмін. Бұл көп отбасында кездесетін жағдай. 2 қыздың соңынан туылған ұлға ерекше көңіл бөлдік. Қыздарымызды ұмытып кеттік десек те болады. Одан кейін қыздарыма еркекке қарсы сөйлемей, айтқан орында үндеме деп жиі ақыл айтқаным да дұрыс болмаған-ау деп толғанам. Өйткені бұл сөзді тура мағынада қабылдайтын қыз бар.
сондай-ақ әртүрлі күйі бар. Сондықтан қыз бала тәрбиесінде абай болған жөн. Оған ең бірінші өзің ешкімнен кем санамауды, өзін-өзі жоғары бағалауды үйреткен дұрыс-ау деп ойлаймын. Атам қазақ қыздың орны төрде деп төрге шығаратыны, есік аузында отырғызбайтыны, сол өзін-өзі бағалауы төмен болмасын дегені секілді. Қыздар аттаған босағада орындарың есік жаққа түскенімен өздеріңді бағалау төмен түспесінші, ешқашан өздеріңді қор етуге, қол көтеруге жол бермеңдер.